кезде. Еба, брадан, Мерсті қақтан таптың? Бізге сатылымға келді, қандай жағдайдағы 124. Брадан, онда Мерсің ешкім білмейтін лайфхактарын айтып жүрші. Болды, мен саған Мерседес айдайтындардың 99% білмейтін мощный бір лайфхакпен бөлісейін ба? Ана өртте Ауdiді көрсеттім, қаншама просмотр жинады. Мерседестің жасықшасын көрсеттім, қаншама просмотр жинады. Ал енді болса Мерседестің скритті бір функциясын көрсететін боламын. Ал енді кеттік. Ал бисмилля. Сен артынан түсіре бер. Ол артқы жақта орналасқан. Кеше Мерседестің жасықшасын көрсеткен болатын, дұрыс па? Қалай көтеру керек екенін. Ал ендеше мынаны көтересіздер, артқа қарай бұрайсыздар. Мерседестің мінекей ручной жасықшасын көтересіздер. Бұл никак төбеге қарай, анау обычный машиналар сияқты басып шығармайсың бұны. Бейт басып та құлатпайсың. И бұны осылай көтересің. В общем, көтересің да, енді чехол салатын кезде бұны көп адам алуды білмейді. Мына соны алу керек екенін көрсем. Мына жерде скрытый функциясы орналасқан. Қараңыздар, орындықта осыны басасыздар. И мынаның орындығын тартасыздар, қараңыздар. Оппа, мінекей алынып кетті. Көп адам Мерседестегілер чехолдарын дұрыс самайды, осы жерге келген кезде бар емес пе? Жырт жіберетін болады. Кешеде комментариясын оқып жатырмын. Көп адамна жасықшасын қалай алу керек екенін көрсетші деп жатқан бауырларымызға. Мінекей жасықшасын осылай аласыздар. Келесіздер, жасықшасын қайтадан салып қоясыздар. Мына жерде орындықтың арқасында көрінбейтін скрытый функциясы бар. Мінекей басылады, қараңыздар, басылады. Осыны басып шығаратын боласыздар. Ал енді электронный орындықта ол қалай болады дейтін болсаңыздар, мынау біздің Мерседестің орындығы электронный. Мына жағы ручной. Енді бүйтесіздер, қараңыздар, біздікі көтеріліп түседі, өзі көтеріледі, өзі түседі. Бұл жерде де дәл сондай толықтай көтересіздер. Бұл мына жерде скрытый функциясы бар. Мынада да қараңыздар. Басып тұрасыздар да. Басып тұрасыздар осыны. Оппа. Мінекей, шығарып алдым, қараңыздар. Толықтай шығады. Мына жерде ұстап тұрады, өздерінің кілттері ұстап тұрады. И осыны келесіздер да қайттан артқа қарай орната саласыздар, болды. Бұл ары қарай никак шықпайды. Бұл чехол орнататын кезде, кино түсіретін кезде, видео түсіретін кезде осы функцияны мына жерде қараңыздар, білінбейді, ешнәрсе білінбейді, ешнәрсе бар жоғы білінбейді. Осы функцияны барынша Мерседес айдайтын бауырларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мерседес айдайтындардың 99%-ы мына скрытый функцияны білмейді. Видео пайдалы болса лайк басыңыздар, біздің Instagram парақшаларымызға, TikTok парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Баршаларыңызға рахмет.